AE86 Pro Max дрон. Қытайдан шығып жатқан дрон. 27 күні тікелей эфирде TikTok'та заказ бердім. Бағасы 300 000 теңге. Просрочкаға оформить берді. Енді осы дронды қазір біз ашып сапасын бәрін көретін боламыз. Бұл дрон кеше 27 күні салып жіберді. Бүгін 28-і сағат 1 обед уақытысында бірде күтіп алдым. Өзіңіз көріп тұрғандай сапасы әдемі сияқты болып келе жатыр. Сумкасының өзі мұны дизайны жақсы екен. Енді дронды көрсек. Оппана. Бетін үштіп кесіп специально жабатын нәрсе салып екен. Жақсы. Мына дрон. Так, AE86 Pro Max. Салмағы өте жеңіл. Опа. Мынаны ашын. Сәл күш керек сияқты. Оқ дей қысылып қалған ба или? Оқ дей. Қытай ескі Қытай болып тұр ғой жігіттер. Дрон сүйетін қалымдар. Мына сәл күшпен ашу керек екен. Кәдімгі Қытай нешік дрон сияқты. Жарайды, арай кеттік. Өзіне лайықты әдемі пульті бар екен. Как было в пакете. Пакет ашық. То есть. Так, пультіде объемный үлкен флешка салуға болады екен пультіне. Что? Дронын есептер екен. Дронға да флешка салуға болады екен. Дронның астында еще мынандай несі бар екен. Таймек чик-чик тастайтын светтері бар екен. Так, аралай екі батарейкасы деген, мұның бір батарейкасы, екінші батарейкасы бар екен. Так, батарейкалар дейді. Батарейкалары жақсы, салмақты. Одан кейін қанаттар бар екен. Запас. Қанатмен зарядкені салып өтті. Сонымен қатар OAS деген мынандай кішкентай. Бұл не үшін керек? Бұл неге бәрі қытайша жазылып тұр? Жарайды. Болды. Қалған заттар осы. Енді осыны жайлап қосып көрсек. Так, бұл качество жағынан жақсы қосылып жатыр. Так, батарейкасын саламыз. Ой-ой, должна. Ой, не видно. Пульттің астында мынау нелерін бұрамай басып қоя салады екенсің. Пульт қосылды. Так, дронға өтейік. Так, менде айтып тұр, связь жоқ. Бар екен. Флешкасы жоқ деп тұр екен. Енді качество жағынан білетін болсақ, качество жағы өте нашар. Бұның қазір енді функциясына кіріп көрейік. Функциясына кіріп, так, формат еседе 4К дейді, секундына 30 кадр. 2-де 7К бар екен, секундына 25 кадрдан. Қазір 2-де 7К-ға қойдым. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай
Качество өте төмен, сапа төмен. 4К қойық. 4К-да сапасы өте төмен. Так что менің қасымда телефонның качествосы жақсы сияқты ғой. Көрдіңдер ме? AE86 Pro Max деген. Заказ беріп алдырдым 300 000 теңгеге. Ешқандай возврат жоқ, ешқандай не жоқ. Дрон качество жағынан өте төмен. 300 000 теңгеден алу не стоит. Мүлдем алмай қойсаңдар болады. Себебі дронның уже сапасы да, дронның басы көріп тұрсаңдай, негізі стабилизаторы. Бұның стабилизаторы тоңқайып жатыр. Көріп айтқанда. Мен дрон сатып алған уақыт, кешегі уақыт, кеше Индравирге салып жібердім, бәрін көрсеткен. Кешкі сағат 23:00-де. Бүгін обед уақытысында келді. Кеше 27-сі, түнгі сағат 23:00-де салған. Енді мен дрон ұнамады, дронның сапасы ұнамады деп сообщение жазып, не алсаң возврат жоқ деп жазып жіберді. Өкінішке орай. Ильяс Амирсов деген кісінің аккаунты өзінің ішінде. Так что осындайға алданып, шәрмәнде болып отпаңыздар. Ешқандай дрон алмай қойыңыздар. Өтірік.